Жайлау қыстаудан біршама алыс, шөбі шүйгін, суы тұнық, шыбын-шіркейі аз, ауыл-ауыл болып қоныс тебуге қолайлы жер. Онда мал көп болғандықтан, қойдың жүнін қырқып, әжелеріміз текемет басады. Бір-бірінің киіз үйіне қонаққа барады, шай ішеді, әңгімелесіп сырласады. Балалары еркін далада өседі, ұлттық ойынның түр-түрін ойнай біледі. Ұлдары аттың құлағында ойнайды, жайлауда түрлі ат жарыстар болады. Ол үшін жылқыларды арнайы баптайды, және ол атты тізгіндейтін баланы да дайындайды. Оны шабандоз дейді. Жылқылардың әр түрі болады. Соның бірі жорға. Жорға адамның мінуіне ыңғайлы жылқының түрі. Онымен жарысқа қатыса алмайды.